Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді әрі тез дайын болатын, көп затты қажет етпейтін үй жағдайында печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, тағы да бір араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Керек заттарды описаниеда жазып кететін боламын, сол жерден көре аласыздар. Осының үстіне 1 чай қасық қопсытқышымызды салып, одан кейін ұнды біртіндеп бөліп салып, жақсылап араластырып, жақсы жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден салмаңыздар, көп болып кетуі мүмкін, сондықтан біртіндеп салған дұрыс. Басында осылай венчикпен араластырамын, кейін қатты болғаннан кейін қолмен жақсылап илейміз. Міне осындай жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді осыны өзіме ыңғайлы етіп 2-ге бөліп аламын. Және үстелімізге ұнды сеуіп, азғантай осының үстіне оқтаумен жаятын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан қатты басып қажет емес. Өздеріңізде қандай формочкалар бар, печеньеге арналған, сонымен кессеңіздер болады. Мен осындай крышкамен кестім, домалақ етіп. Міне осылай печеньеміз дайын болды. Енді 15-20 минут аралығында 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне печеньеміз дайын болды. Өте тез дайын болатын печенье. Мен осының бетіне шоколадтан узор салдым, әсемдеп. Сіздер кез келген басқа да нәрсемен әсемдесеңіздер болады. Мен осылай кондитерский мешокқа шоколадты салып, ыстық суда ертіп алдым. Сіздерде кондитерский мешок жоқ болса, жай салафанға салып ертіп алсаңыздар болады. Міне осындай әдемі дәмді печеньеміз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.